Ассалаумағалейкум қадірмен көрермен. Бүгін бізде Oppo A17 телефонда мындай реклама шығып кете береді. Интернет қосылып тұрған болу керек бізде. Мінекей. Көміртке кіреміз, қазір көрсетеміз, құдай қаласа рекламасын. Админсен тарт скачать етіп бетіне шықты. Астынан мындай осылай шығып кететін болса, астынан мындай шығарамыздан астына үш кнопканы жанынан басып көміртке кіреміз де поисққа ат детектор деп жазамыз. деп жазсақ, ат детектор ең астында шықты бізде, біздің жағдайда енді. Мынау ғой, осы детектор реклама дегенде жүктейміз осыны. Установить. Кішкене күтеміз. Жүктелгенін күтеміз. Енді былай шығып кететін болса, астынан тағы шығарамыз да, бүгін анау недавно открытый деген басамыз. Мына приложениелер шығарып жатыр енді реклама. Google Play қайтадан кіреміз. Открыть. Жарайды, оны шығарып жібердім, мына жақтан іздеп тауып аламыз. Ат детекторды. Открыть. Мына стрелкаға басамыз. Қараңыздар, реклама қайта шығып кетеді. Қайтадан астынан шығарамыз да, недавно открыть деген басамыз. Жойылып кетеді. Ат детектор рекламаға басамыз да, мына берге басамыз, стрелкаға, оңға қарай. Басамыз, разрешить. Детектор реклама деген бізде жазу шығып тұрған. Oppo A17-де. Жоғарғысын қосамыз, разрешить. Астынасын қосамыз. Окей. Артқа қайтамыз. Стрелкаға тағы басамыз. Реклама тағы жатқызып бізден. Астынан бұлай шығарамыз да. Алдаймыз бұлай мұны. Қайтадан реклама детекторға басамыз. Стрелкаға басамыз. Күтесіздер. Реклама детектор. Всегда деген таңдаймыз да. Всегда. Ана қосылды яғни. Және күтеміз. Лайк тап қояды. Google Voice деген осы приложениені өшіп істейміз. Бізді дереу шығарып тұр екен өзі. Окей. Соңғы ашылған приложениені көрсетеді бұл. Жанынан басамыз да, қайтадан бүйтіп басып, детектор рекламаға басамыз. Бұл өзіне кірген кезде кейде реклама шығып қалады, сондықтан открытый приложениені төбедегісін басамыз да. Google Voice-қа шелектің белгісін басып, окей дейміз, өшіп істейміз. Және ол өшіп кетеді қазір бізде. Может позже, яғни мына жерде белгі өзгерді көріңіздер. Мына жерде кішкене жазу шықты, қазір жойылып кетті. Может позже дейміз. Лайк басасың ба деп тұр біздің приложениеге. Жанын былай басамыз да, закрыть все деп. Ат детекторды өшіреміз былай. Ат детекторды сырттан іздеп көреміз қазір. Мінекей мықты екен. Яғни осы жерден соңғы ашылған сол бағана приложение вирус шығаратын бар. Реклама таза, етпейді, сөйт, оңға солға бұрыл деп айтатындарды ұстап алады. Былайша айтқанда тұзақ қармақта балық аулайтын сияқты. Осыған кіріп, жаңағыдай приложениелер өшпеген болса, осы жерде шығарып тұрады. Соны мына жерде шелектің белгісін басып өшіп тастайсыздар. Біздің жағдайда өшкен сияқты. Егер видео ұнаған болса, пайдасы тиген болса, каналға тіркелеміз. Сау болыңыздар.